Қайырлы күн, баршаңызға да бүгін бізде Lexus GX 470-тік бұл автокөлікте қазір майдың жеуі бар. Сол майдың қай цилиндр екенін жеуін анықтайтын боламыз. Сонымен тағы да бір цилиндрін ашып қарадық. Бұл цилиндрде де результат кішкене қиындау болып тұр. Себебі клапан сальниктерге де май атқылап тұр. Көліктің катализаторы өтіліп баратыр. Мына цилиндр бір жағы таза, ал бір жағы кішкентай ақ қиқымдарды көрдіңіз ғой. Жиналғандарын көрдіңіз ғой. Сол катализатордың қалдығы мусор. Өстіп өтіліп майын жеп бастайды ертең. Катализатор алып тастағаннан кейін май жекпедік деген осы міне. Бірінші өтіледі, цилиндр сызады. Уақыт өте келе май жеп бастайды. Май жеуі міне клапан сальниктерден май жеп бастайды. Клапан сальник өстіп май жейді. Катализатор қазір катализатор көлікте тұр ғой. Осы уақыт май жеп тұр, бірақ катализатор бұны күйдіріп тұр, иісін шығармайды. Осылай міне көліктің диагностикасын жасаған болатынбыз. Барлығыңызға рахмет. Сәттілік.